Ойда жоқта осылар Атыраудан Төркінге, яғни Меркеге келіп қалдық. Өйткені анамның жүрегі ауырып, жансақтау бөлімінен бірақ шығыпты. Одан қорқыныштысы комаға түсіп кетіпті. Аллаға мың да бір шүкір, қазір комадан шықты, жағдай өте жақсы. Бірақ әлі де емханада жату керек, өйткені өте әлсіз. Бірақ Аллаға шүкір, комадан оянғаннан барлығымыз қуандық. Қорыққанымыздан ағайын туысқан бауырлар бәріміз жиналып қалдық. Өйткені біз бәріміз басқаша ойлап қалдық, комаға түсіп кетті, жүрегі бір соғып бір соқпай тұр дегендіктен әртүрлі ойлар келеді. Осылай жан жақтан туған туысқандар жиналып қалды. Ал қазір Аллаға шүкір жағдай жақсы, палатаға ауысты, уколдар алып жатыр. Бірақ әлі де күтім керек, ем керек. Сондықтан мен жан жақтан туысқандарым кетсе де, мен өзім кішкентай баламмен анамның қасында қалам деп шештім. Өйткені оған қасында қарайтын адам, көмектесетін адам керек болғандықтан солай шешім қабылдадым. Қасында бір әпкем бар, сонда да ол қазір жалғыз, өйткені анам екеу тұрады. 2023-те әкем өмірден өткен, сонда қазір екеуі. Ал туысқандар кеткенде осылай барлық жерге шаң сүртіп, урка жасап, генеральный урка дейді ғой, солай жасап алдым. Ешқашан аналар ауырмасын екен. Өз жалғыз анамыз болғандықтан қатты қорықтық. Осылай үйдің бәрін барлығын тазалап, кірлердің бәрін жуып, күн деген өте күшті болып тұр. Осылай кірлерді жуып алдық.